Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858 жылы 11 шілдеде туған жері Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келді. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын, жазушы, аудармашы, композитор, тарихшы және философ. Оның әкесі Құдайберді Құнанбайдың бірінші бәйбішесі Күнкеден туған. Шешесі бөлек болса да әкесі бір. Шәкәрім сонда Абайға немерені болып келеді. Кейде Шәкәрімді Шәкәрім деп атайды. Шәкәрім Құдайберді арман. Жас шығып, жаманшылық жоғалғанда, тал гүлдеп, шағын өсіп аналғанда, күл беттен көкорайда күрілдетіп, орақшы, пішен шауып шөп алғанда, бүлдірген қарақатты тереміз деп, қыз келіншек сайсайға жоғалғанда, аулақты ғұмырымды қандырам деп, асық іздеп барар сол барғанда, оларға тал шымылдық шалғын төсек, басына жастық қылар томарданда, көз тойып, көңіл толмақ пенде де жоқ болады айрылған соң сол арманда. Адамды санай берсең көп арманда, мінсіз бақ, сансыз дәулет деп арманда, жаным бәрін жаламайтын күште керек, айла кесе алындайтын еп арманда.